Мемлекеттік тіркеу рәсімінен өткен әрбір кәсіпкер автоматты түрде салық төлеуші болады. Салықтар бұл өз қызметін жүзеге асыратын мемлекетке, бюджетке төленетін міндетті төлемдер. Кәсіпкерлерге қандай салық төлеу керек? Салық режимін қалай таңдауға болады? Бүгінгі сабақта осы тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. Жеке кәсіпкер үшін үш салық режимі бар. Бірінші, жалпыға бірдей белгіленген режим. Екінші, патент негізінде арнаулы салық режимі. Үшінші, оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимі. Әрқайсысын толығырақ қарастырайық. Сіз жеке кәсіпкерлікті немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тіркесеңіз, онда сіз автоматты түрде жалпыға бірдей белгіленген режимге өтесіз. Басқа режимдерге өту үшін өтініш жазу керек. Жалпы белгіленген режимде кірістер мен шығыстардың тұрақты есебін жүргізу қажет болады. Сондықтан бұл режим үлкен айналыммен және салыстырмалы түрде өз пайдасымен кәсіпкерлер үшін тиімді. Индивидуальный предприниматель по общеустановленному режиму, он оплачивает 10% от своего дохода. Но доходы тут рассчитываются доходы минус расходы. То есть, чем отличается от предпринимателя по упрощенной декларации, то что он уже платит 10%, то есть сумма уже увеличивается, но здесь есть преимущество в том, что доходы отнимаются расходы. И от чистой маржи уже платится налог в размере 10%. Мысалы, егер сіз жалпы белгіленген режимде болсаңыз және сіздің осы айдағы табысыңыз, яғни шотқа түскен барлық түсімдер 1 миллион теңгені құраса, ал шығындар 900 мың теңге болса, және сіз оларды құжатпен растай алсаңыз, онда сіз салықтарды 100 мың теңгеден, яғни пайдадан төлейтін боласыз. Нәтижесінде сіз мемлекетке 10 мың теңге төлейсіз. Бұл режимнің ерекшелігі сату бойынша айналым көлемінде, қызметкерлердің саны немесе қызмет түрлерінде қандай да бір шектеулердің болмауында. Кәсіпкерлер басқа режимдерде кірістен, яғни барлық түскен ақшадан салық төлейді. Әрі қарай осы жайында толығырақ айтып береміз. Егер сіз жалпы белгіленген режимде болсаңыз, шығындарыңыздың есебін жүргізу және салық төлемдеріңізді азайту үшін фирманың ақшасымен жүзеге асырылатын операциялардың чектерін, шот фактураларын жинап отыру қажет. Жалпы белгіленген тәртіпте міндетті түрде мыналар болады. Біріншісі, қызметкерлер саны 30 адамнан асатын кәсіпкерлер және 50-ден астам қызметкер бар жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Екіншісі, әртүрлі елді мекендерде оқшауланған құрылымдық бөлімшелері бар кәсіпкерлер, яғни сіздің бірнеше қалада дүкендеріңіз болса, онда қызметіңізді жалпыға бірдей белгіленген режимде жүзеге асырасыз. За себя он сдает 200-ю форму, так же как ТО. И получается годовая форма отчетности у него уже 220-я до 31 марта. И срок предоставления отчетности, а уплата уже у него будет индивидуально подоходный налог, уплачивается до 10 апреля после сдачи отчетности. Патент негізіндегі қызмет бұл қолданыстағы режимдердің ең қарапайым түрі. Бұл режимді қолдану үшін сіз салық органына тіркелген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде өтінішпен жүгінуіңіз керек. Патентпен жұмыс істеу кезінде кәсіпкер үшін елеулі шектеулер бар. Біріншісі, жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдалануға болмайды. Екіншісі, бизнесті жеке меншік мүлік негізінде ғана жүргізуге болады. Бұл салық режимі өз бетінше, өз күштерімен және жабдықтарымен жұмыс істейтін фрилансерлер үшін тиімді. Патент құны жеке кәсіпкерлік табысының 2% ғана құрайды. Бұл баға 2 бөлікке бөлінеді де, олардың әрқайсысы бюджетке жеке табыс және әлеуметтік салық түрінде алдын ала, яғни жылдың басында төленеді. Табысты алдын ала болжау қажет. Жұмыс істеу үшін патент бойынша шекті табыс 1 жыл сомасымен 3528 айлық есептік көрсеткіш. 2019 жылы бұл 8 миллион 908 мың теңгені құрады. Бұл салық режимінің
басты артықшылығы сізге чек берудің қажеті жоқ. Ондай болса кассалық аппаратта қажет емес. Тағы бір артықшылығы, сізге келесі жылға салық төлеу үшін жылына бір рет салық комитетіне барған жеткілікті. Басқа есеп берулер жоқ. Егер табыс мөлшері мәлімделген деңгейден асып кетсе, кәсіпкер салық төлеу керек. Бірақ егер табыс мөлшері мәлімделгеннен аз болса, сіз төленген салықты қайтара алмайсыз. Егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз және жұмысшыларыңыздың саны 30 адамнан, ал жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін 50 адамнан аспайды деп жоспарласаңыз, онда сізге декларацияның жеңілдетілген режимі сәйкес келеді. Салық салу объектісі сіздің жеке шығындарыңызды шегермей, жеке кәсіпкердің бүкіл айналымы немесе кірісі болады. Бұл режим бойынша салық мөлшері 3%-ды құрайды. Мысалы, егер сіздің шотыңызға 1 миллион теңге түссе немесе кассалық аппарат арқылы алсаңыз, онда сізге 30 мың теңге төлеуге тура келеді. Осы орайда сіздің шикізат, үйді жалға алу және тағы басқаларға қанша ақша жұмсағаныңыз маңызды емес. Бұл ақшаның жартысы, яғни 15 мың теңгесі жеке табыс салығын төлеуге жұмсалады, ал екінші жартысы әлеуметтік салыққа жұмсалады. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын төлейді. Ол жалақының 10%, әлеуметтік аударымдар жалақының 3,5%-ын құрайды. Если у индивидуального предпринимателя по упрощенной декларации есть штат сотрудников, то он, получается, за них оплачивает все налоги. Это ИПН 10%, ОПВ 10%, социальное отчисление 3,5% и обязательное медицинское страхование в размере 1,5%. То есть за себя он не оплачивает медицинское страхование, за сотрудников он оплачивает медицинское страхование. Оңайлатылған декларация бойынша салық есебі 6 айда бір рет тапсырылып отырады. Бірінші жарты жылдықтың есебі 1 шілдеден 15 тамызға дейін өткізіліп, салықтар 25 тамызға дейін төленеді. Екінші жарты жылдықтың есебі 1 қаңтардан 15 ақпанға дейін тапсырылады да, салықтар 25 ақпанға дейін төленеді. Есеп 910 формасында тапсырылады. Есепті қалай тапсыруға болатын нөмірі 42 сабақтан қараңыз. Жеңілдетілген декларация тәртібінде жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін бірқатар шектеулер бар. Мысалы, сіз бензин сатумен немесе алкоголь және темекі өнімдерін өндірумен, металл сынықтарын жинаумен немесе аудитпен айналыса алмайсыз. Толық қызмет түрлерінің тізбесі Қазақстан Республикасы салық кодексінің 683 бабында көрсетілген. Тағы бір шектеу бұл табыс деңгейі. Сіздің 2019 жылғы табысыңыз 24.038 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Бұл шамамен 60 миллион 700 мың теңге. Егер сіздің айналымыңыз 30 мың айлық есептік көрсеткіштен асса, яғни 2019 жылы 75 миллион 750 мың теңге болса, онда сіз 12% қосылған құн салығын төлеуші ретінде есепке тұруыңыз керексіз. Қорытындылайық. Әрбір салық режимінің ерекшеліктерін зерделегеннен кейін өзіңізге ең қолайлысын таңдаңыз. Әрбір режимнің өзіне тән артықшылықтары мен кемшіліктері болады. Егер сіз фрилансер болсаңыз және жыл ішіндегі табысыңыз 9 миллион теңгеден аспаса, онда сізге патент жарамды. Егер сіз кірістер мен шығыстардың есебін жүргізуді қаламасаңыз және кішігірім штатыңыз болса, онда оңайлатылған декларация режиміне өтіңіз. Осылайша сіз бухгалтерден үнемдейсіз, сондай-ақ өз салығыңызды өзіңіз төлей аласыз. Басқа жағдайларда сіз көп артықшылықтары бар жалпыға бірдей режимде жұмыс істейтін боласыз. Әрбір салық режимі туралы толығырақ Қазақстан Республикасы салық кодексінен немесе мемлекеттік кірістер комитетінің сайтынан біле аласыз. Істеріңізге сәттілік тілеймін.